Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу 2-ші сынып, 27-ші сабақ. Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы не үйрендім деп аталады. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма: отбасы мүшелеріне тілегіңді жаз. Үлгі: әкешім, сен менің қамқоршымсың. Анашым, сіз мені әрқашан жақсы көресіз, дәмді тамақтар жасап күтіп жүресіз. Сізге денсаулық, ұзақ өмір, бақыт тілеймін деп жазуға болады. Әкешім, сіз мені қорғайсыз, үйретесіз, ертегі айтып бересіз. Сізге күш, қуат, жұмысыңызға сәттілік тілеймін деп жазуға болады. Әже, сіздің ертегілеріңізді жақсы көремін. Сізге амандық, ұзақ ғұмыр тілеймін деп жазуға болады. Ата, сіз ақылдысыз, маған көп нәрсе үйретесіз. Сізге денсаулық пен қуаныш тілеймін. Немесе бауырыңа: бауырым, сенімен ойнаған маған ұнайды, әрқашан күліп жүр, жақсы бала бол деп жазуға болады. Екінші тапсырма: дос қандай болу керек деген сұраққа жауап береміз. Бұл жерде адамдық, сыйластық, бірлік деген сөздерді пайдаланасың. Яғни жазушының айтар ойын түсіндің бе, оны біз осыдан байқап көреміз. Мысалы, Достық адамдарды біріктіретін ең жақсы қасиет. Нағыз достар бір-біріне адамдықпен қарап, әрқашан көмектеседі. Достардың арасында сыйластық болса, олар әрқашан ренжіп қалмайды. Бірге ойнап, бірге оқып, бір-біріне қолдау көрсеткен достардың бірлігі мықты болады. Достық өмірдегі ең қымбат байлық. Досыңды құрметте, себебі жақсы дос өмірлік серік деп қарастырсаң болады. Үшінші тапсырма: негізгі ойдың басталуы, Даниярдың мектептен келуі, жалғасуы, оның қар күреуі, аяқталуы, достарының көмекке келуі. Бұл әңгіме қалай аталады? Шығарманың негізгі ойы бойынша жоспар құра аласың ба? Яғни осы негізгі ойды пайдаланып, біз жоспар құрамыз. Шығарманың негізгі ойы бойынша жоспар құруға болады. Мысалы, жоспар: бірінші, Даниярдың мектепке келуі. Екінші, оның қар күреуі. Үшінші, достарының көмекке келуі туралы жазылатын болады. Төртінші тапсырма: сызбаға сүйеніп, мысық пен тышқандар ертегісін тыңдаңдар. Жоспарға сүйенейік. Бірінші, басталуында біз оқиға қалай басталатынын жазу керекпіз. Екінші, жалғасына қалай жалғасқанын. Үшінші, соңына оқиға немен аяқталғанын жазуымыз керек. Ол үшін біз 3 тақырыптан тұратын жоспар құрамыз. Яғни бірінші жоспардың тақырыбы: мысық жас тышқандарды қонаққа шақыруы дейміз. 2, үлкен тышқандардың ақылы дейміз. 3, жас тышқандардың алдануы деп құраймыз. Яғни осы жоспарды пайдалана отырып, біз мысық пен тышқандар ертегісін айта аламыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.